2 сынып қазақ тілі 85 сабақ. Сөз таптары. Сөз таптарын ажыратуды үйренеміз бүгінгі сабақта, және де мәтін мазмұны бойынша сұрақтар қоя алатын боламыз. Бірінші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Нартай мен атасы көршісінің үйіне келді. Оларды құрметтеп төрге шығарды. Осыдан кейін үй иесі сәбиді алып келді. Сәбиге ат қою үлкен міндет деп, Нартайдың атасы сәбиді қолына алды. Оның құлағына сенің атың Ержан деп 3 рет айғайлады. Сонан соң үй иесіне қарап бұрылып, енді Ержанның өз қолыңа алып бесігіне апарып жатқыз деді. Басқа қонақтар Ержанның өмір жасы ұзақ болсын деп тілектерін айтып жатты. Серік Нұғыман. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар. Мәтіннен кім не сұрақтарға жауап беретін сөздерді теріп жаз. Нартай, Ержан, ата, бесік, үй, сәби. Екінші жаттығу. Сөздерді оқы. Ата салт дәстүр 40 үйренді, 7 қызық, шілдехана, бесік, салды, үлкен немере, жасайды, шақырды, қонақ, әже, кішкентай. Сөздерді кестеге орналастыр. Кім не? Ата, салт дәстүр, шілдехана, бесік, немере, қонақ, әже. Не істеді? Үйренді, салды, жасайды, шақырды. Қандай? Қызық, үлкен, кішкентай. Қанша? 47. Кестедегі сөз мағыналарының әр басқа екенін және олардың қалай топтастырылғанын байқап, өзің қорытынды жасап көр. Сөздер мағынасына қарай бірнеше сөз табына бөлінеді. Зат есім, етістік, сын есім, сан есім. Сөз таптары. Үшінші жаттығу. Жас баланы қалай атайтынын тауып жаз. Үлгі: сәби, бөпе, бөбек, балапан. Төртінші жаттығу. Кім сұрағына жауап беретін сөздерді бір бөлек, не сұрағына жауап беретін сөздерді бір бөлек топтап жаз. Үлгі: кім, іні, не, дәптер. Кім: нағашы, ата, дәрігер, ұста, не, ойыншық, түлкі, қарға, күріш. Шығармашылық үзіліс. Бесінші жаттығу. Атам әңгімешіл әрі көп білетін кісі. Кеше інім екеумізге қазақ халқында 7 қазына деген ұғым бар. Сендер соны білемісіңдер дегенде тосылып қалдық. Сен қалай жауап берер едің? Қазақ халқы 7 қазынаны ер жігіттің өмірімен байланыстырады. Ер жігіттің жүйрік аты қанаты, қыран бүркіт қуаты, құмай тазысы абыройын асырар сенімді серігі. Мылтығы қаһарлы оты, қақпаны серті, ауы әдіс айласы, кездігі сұсы. Халық 7 қазынаны өмір қажетіне негіз етіп таратқан. 7 қазынаны 7 ырыс деп атауының да мәні осында.